өлкені индустрияландыру саясаты. Құрметті оқушылар, бұл тақырыпта Қазақстандағы индустрияландыру бағытының ерекшеліктеріне, Голощекиннің кіші қазан идеясының зардаптары мен қазақ жерінің табиғи байлықтарының зерттелуіне және ірі құрылыс объектілерінің бірі Түрксіб темір жолының салынуына тоқталамыз. 1925 жылы желтоқсанда өткен БКПБ-ның 14-ші съезінде Кеңес одағының индустрияландыру бағыты белгіленіп, елдің экономикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ететін өнеркәсіпті құру міндеті қойылды. Осы уақытта Қазақстанда кіші қазан идеясын насихаттап, науқанды жүргізуге ұмтылған Қазақ өлкелік комитетін 1925-1933 жылдары басқарған Филипп Исаевич Голощекин қазақ жерінде ірі өнеркәсіп орындарын салуды қолдамағандықтан елеулі қарсылыққа ұшырады. Өйткені Голощекин өнеркәсіп саласын ірілендіру емес, қайта оны жергілікті ұсақ және орташа, яғни бәрін ауыл шаруашылығына байланысты ғана деңгейде ұстау деп мәлімдеді. Сол тұстағы ең белсенді және азаматтық позициясы бар партия және кеңес қайраткерлері Тұрар Рысқұлов, Смағұл Сәдуақасов, Сұлтанбек Қожанов және Жалау Мыңбаевтарды қарсы пікір айтқан үшін августық блок деп айыптап, оған қоса ұлтшылдықтың көрінісі деп бағалады. КСРО ғылым академиясы 1920 жылдардың соңы, 1930 жылдардың басында көптеген көрнекті ғалымдардың қатысуымен кешенді экспедициялар ұйымдастырып, жүргізілген зерттеулер республиканың бүкіл аумағын қамтыды. Мәселен, академик Курнаков басшылық еткен геологтар мен геофизиктер тобы орталық Қазақстанды зерттеп, Кеңес одағының тұтас металлогенді провинциясы болып табылады деген тұжырым жасады. Ал Орал Ембі аймағын зерттеген академик Губкин бастаған топ оның мұнайға аса бай өлке екенін дәлелдеді. Сондай-ақ қазақтың жас инженер-геологы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев жезқазған мыс кенін зерттеп, өңірдің болашағының зор екенін дәлелдеп берді. Қазақстандағы индустрияландыру жылдарындағы күрделі құрылыстың бірі Түркістан-Сібір темір жолы 1927 жылдан салына басталды. Түрксіб құрылысының бастығы болып Шатов тағайындалды. РКФСР үкіметі жанынан Түрксіб құрылысына көмектесетін арнайы комитетті РКФСР халық комиссарлары кеңесі төрағасының орынбасары Тұрар Рысқұлов басқарды. Құрылыс жұмыстарына бірнеше ұлт өкілдерінен құралған 100 мыңдай адам тартылды. Түрксіб темір жолы жоспарда белгіленген 5 жылдың орнына 3 жылда салынып, оңтүстік пен солтүстік бөліктері 1930 жылы 28 сәуірде Айнабұлақ станциясында түйісіп, 1931 жылдың қаңтарынан бастап тұрақты түрде жұмыс істей бастады. Сонымен бірге 1930 жылдың басында республикадағы екпінділер саны 10 мыңнан асып, жұмысшы табы қалыптасып, оның ішінде Күзембаев, Мұрымбаев, Сағымбаев, Өтебаев, Нұрмағанбетов, Табылдинова, Сафин, тағы басқа қазақ еңбеккерлері даңққа бөленді. Сондай-ақ соғысқа дейінгі 5 жылдықтар кезінде Қазақстанда Түрксіб темір жолы, Қарағанды шахталары, Ембінің мұнай кәсіпшіліктері, Шымкент қорғасын зауыты, Балқаш және Жезқазған кен металлургия комбинаттары, Кенді-Алтай, Ащысайдағы полиметалл кәсіпорны, Ақтөбе комбинаты, жылу және су электр станциялары мен құрылыс материалдары кәсіпорындары салынды. Ал Ембі батыс Қазақстандағы ірі мұнай өнеркәсібі базасына айналды. Құрметті оқушылары, бүгінгі тақырыпты қорытындылай келе, индустрияландыру жылдарында Қазақстан аграрлы елден индустриялы аграрлы елге айналды. Қала саны артып, қала халқының үлесі көбейді. Елде жұмысшы табы қалыптасты. Ең алдымен өнеркәсіп, құрылыс, транспорт пен байланыс, ауыл шаруашылық өндірісі, халыққа қызмет көрсету салалары қалыптасып, елдің дамыған аймақтары мен шаруашылық және мәдени байланыстары нығайды. Кеңестік темір жол қатынасы еліміз аумағындағы шикізатты шетке тасу, ал шеттен дайын тауар алып келу үшін қызмет етіп, КСРО-ның шикізат көзіне айналды. Алайда индустрияландыру Қазақстанда
әміршіл әкімшіл жүйенің қалыптасуы, орталықтануы, жазалау аппараттарының күш алуы жағдайында жүргізілді.